13-ші бөлімі махаббат ертегісі өте қызықты эпизодқа толы болады. Бұл әулеттегі барлық ер адамдарды әлгі Сланың атасы жинап алады. Сен бізге қарсысың, білесің бе, сенің әкең біздің абыройымызды, намысымызды таптап кеткен. Ол сенің анаңа үйленген үшін жазықты, осы үйден қуылды, сенің анаң үшін қуылды дейді. Махир таңданып қалды. Не деп тұр, ата, мыналар не дейді дейді. Осы кезде барлық шындықты айтады. Кезінде анасы атарыстырылып қалған екен әкесіне, әлгі Сланың үлкен әпкесі. Бірақ жағдайға байланысты өзінің сүйгені үшін, Махирдің анасы үшін әлгі атастырылған қыз тастап кеткен үшін ол қанмен жауап бермек. Сол үшін де Слаға үйлену керек екен. Бұның барлығы мына жақтан Жанпезада естіп отырады. Кемпірдің барлығын естіп отырады. Не үшін екен? Махир амалсыздан иә дейді, Слаға үйленем дейді. Жауапты естіген Сла Жанпезаға біртүрлі көзқараспен, менменшілікпен қарап тұрады. Махирді мен тартып алдым деген түрмен, көзімен жеткізіп тұр. Жанпеза ашуланып сыртқа шығып кетеді. Ал Махир болса үйінен бөлмесіне тез-тез кіріп анасына кәне тез киіміңдеріңді жинаңдар, тез-тез кетеміз деп асығып анасының барлық киімдерін алып бұл үйден кетпекші болады. Тіпті Жанпезаны тауып алады, жүр кеттік дейді. Сол кезде кемпір мен атасы алдынан шығарады. Негізі кемпір Махир келмей тұрып Жанпезаға барлығын түсіндірген. Біздің қанымызды төгеді, біздің соңғы ұрпағымыз Махирге сеніп отырмыз деген секілді. Махир бәрібір келіспейді. Сендердің бұндай құйтырқы әрекеттеріңге маған керек емес. Мені не үшін осыншама жыл іздедіңіз десем, қайдағы бір қорлықпен мен сендерге мал емеспін деп. Ал мұнда Жанпезаның әкесін белгісіз біреулер алып бара жатыр. Не үшін, қайда кетпек, оны әзірге белгісіз. Жалғасын ертең салатын боламын. Әзірге бүгінгі бөлімі осындай. Егер кино ұнаса, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Егер көп просмотр болса, 2 бөлімнен шығаратын боламын. Жалғасы бар.